Ассалаумағалейкум, құрметті Қалдыкөл район тұрғындары. Елімізде айрықша жағдайлардың алдын алу һәм оларды сапаластыру бойынша үкімет комиссиясының тиесілі тапсырмасына текар осы жылдың 1 декабрь күнінен бастап 30 декабрь күндері аралығында республикамыз аймағында өткерілу белгіленген өрт қауіпсіздігі айлығы давам етпекте. Айлықтың текарғы мақсаты халық қожалық карханаларының һәм жекеменшік тұрақжайлардың өртке қарсы жағдайын жақсылау, категорияланған һәм аса ахметлі карханаларда өрт қауіпсіздігін тәмінлеуде бірқатар іс-шараларды өткеру болып есептелінеді. Өрт қауіпсіздігі айлығы өткеру davamında текарғы ітібарды өртлер, зәһәрлі газден зиянлану һәм ауа газ араласпасының жарылуымен байланысты болған айрықша жағдайлардың алдын алу мақсатында түзілген іс-шара топтар тарапынан махаллелерде һәм үйме-үй жүру кесімінде халық арасында әсіресе социалдық қорғауға, жәрдемге мұқтаж, кем тәмінленген, спиртлі ішімдікке бейім һәмде жалғыз жасаушы бұқаралардың шаңырақларына ітібар қаратылып, кең түрде профилактикалық түсіндіру һәм үгіт-насихат жұмыстары алып барылмақта. Сондай-ақ республика аймағында өртлердің алдын алу, өрт қауіпсіздігі бойынша анықталған кемшіліктерді тез арада сапаластыру, халқымыздың материалдық байлықтарын, сондай-ақ имараттарды һәмде бұқаралардың мал-мүлкін өрттен сақтау ең ахметлі инсан өмірімен байланысты болған бақытсыз хадиселердің алдын алуға айрықша ітібар қаратылмақта. 2025 жыл басынан осы күнге шейін республикамыз аймағында 700-ге жақын өрт жүз берген болып, бұл өртлер ақыбетінде 10 миллиард сомнан астам материалдық зиян жеткерілген. Ең ашынарлысы пайда болған өртлерде бұқаралардың набыт болуы һәмде дене жарақат алу ақыбетлерді ұшыраспақта. Яғни бұл дене жарақатлар алу ұшыраспақта. Өртлердің басым көпшілігі, яғни 70%-ға жақыны бұқаралардың тұрақ жайларында жүз бермекте. Бұндай бақытсыз хадиселердің алдын алу һәм алдағы уақытта болдырмау мақсатында әрбір мекеме кархана һәмде шөлкен басшылары өрт қауіпсіздігін тәмінлеудің барлық илажларын көруі, бұл бағдарда анық іс-илажлар істеп шығып орлануын, тікелей өздері қадағалға алуын, өртке қарсы кемшіліктерді сапаластыруы һәмде күз-қыс маусымын шығыларсыз өткеруде ітібар беруіңізді сұраймын. Құрметті бұқаралар, мекеме һәм кархана басшылары өртлердің алдын алу бойынша социалдық объектілерде, мекеме карханаларда, махаллелер аймағында, көп қабатты тұрақ жайлар һәм жекеменшік тұрақ жайларда өрт қауіпсіздік қағидаларын сақлау бойынша айрықша жағдайлар басқармасы қызметкерлеріне жақыннан жәрдем беріп, олар тарапынан берілген көрсетпелерді өз уақытында орындауыңызды сұрап қаламыз. Өміріңіз, денсаулығыңыз, жақындарыңыз һәм перзенттеріңіз қауіпсіздігіне ітібар болмаң. Диққатларыңыз үшін рахмет.